Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін ештеңе істемеймін, жатам. Дедім де, сосын қазір су ішіп келейін деп кухняға кірсем, кухнялар бір-бірімен төбелесіп, айқайласып, ыдыстармен шайқас болып отыр мына жақта. Білмеймін, не болған, бәрі қоқып жайрап жатыр ғой. Осы кухняға кірсем, ыдыс шыға береді жуатын. Бәрінде де солай ма? Тек газдың астына жақындап кетсең болды, тек ана раковинаның бәрі үйіліп қалады. Қой енді бәрін жайратып қоймайын деп, бәрін жуып, шаятын шайып, орындарына қояйын деп жуып жатырмын, бітпейді ғой мына шіркін ыдыс деген, білмеймін. Жалғыз өзім осы жерде жүретін, тамақ пісіргенде жалғыз өзім пісіремін. Білмеймін, неге сонша ыдыстарды неге бүлдіргем, вообще түсініп тұрған жоқпын. Соны бір ыдысты мен тамақ пісірсе болады ғой, жоқ, неше кастрюль, неше ыдыстың қасық, вилка бәрін бүлдіргенмін ғой.